Салем достар, I'm my friends, I'm in Суқсай, Суқсайдамын. Суқсай деген ауыл, мына жерде Биен деген өзен бар екен. Кеше Қапалдан өттім, Қапалда Тамшылаққа бардық, керемет жерлер. Енді Қапалда Арасанның қасынан өттім, Арасанның ауылының ішіне кірген жоқпын. Жалпы Ильяс Жансүгіров деген ауылға барамыз. Ильяс Жансүгіров ауылына барып, ол жерінде біраз маңызды жерлерін көрсетуге тырысамыз. Кеше 40 километрдей арғымақпен жүріп өттік, арғымақ жарап тұр. Енді Жансүгіровке дейін 20 километр бар, жап жағын. Осы кереметіне кішкентай ғана өзен, суы тап-таза. Осы жерге түнде палаткамен жаттым да, ұйықтап. Қазір сосын мынау батарейкалар зарядтаватым, күнмен зарядталатын. Атты ерттейміз, шығамыз, жуынып алдым осы жерге. Киімдерді де жуып, осы таза екен суыда. Сарқандта жақыны алыс емес, қоңырауды басып қойыңыздар, сөйтіп қолдап отырыңыздар. Жалпы қазір бір ай болып қалды жолда жүргеніме. Енді тағы бір ай жүруге ниет бар. Қай жерде атқа ыңғайлы, суға ыңғайлы, су бар, жүре береміз ғой, бұйыртса. Сосын сіздерге жақсы Қазақстанның түкпір-түкпірлерін көрсетеміз осылай. Ауылдарын, суларын, тау-тастарын бәрін. Тек сіздер қолдап. Ал, біз кеттік онда. Ал, Суқсай ауылы, Биен өзені, қош болыңыздар. Енді Жансүгіров ауылына. Жансүгіровке баратын халықаралық автобанға қош келдіңіздер.